Сіз осы концерттен кейін сахнадан кетуі мүмкін деп айтқан екенсіз. Шынымды айтсам, биылғы концерттің алдында көп ойландым. Мүмкін осы 50 жылдық есеп беруіменен мен тоқтайтын шығармын деген. Енді атағым бар, енді халық білет деп, сол дірілдеп, қалшылдап, сол жартылай алжыған кемпір боп халықтың алдына шыққым келмейді. Менің жалпы көз жасым тыйылған емес. Әрбір сахнаға шыққан сайын менің қасымда жетпей тұратын менің марқұм жолдасым. Мама, біз бармыз ғой деді. Содан кейін мен енді біз үшін сен өмір сүруің керек қой дегенде, содан бері мен балаларыма көз жасымды көрсетпеймін. Заманауи музыкаға көзқарасыңыз қалай? Пендеміз ғой барлығымызда. Кейбір кезде қателесіп қалатынымыз бар, кейбір кезде шыдамсыздықпен, эмоцияменен тіке айтып кететін мінезім бар енді. Шоу-бизнесте айтылмай жүрген ең үлкен өтірік не деп ойлайсыз? Ең өтірік енді басталайын деп жатыр. Роза Рымбаева дегенде келер ұрпақ не айтқанын қалайсыз? Әй, солар мені естеріне де алмайды ғой. Сәлем достар, бұл кездесу, студияда Жандәурен Мәди. Сұхбатымызды бастамас бұрын кездесу YouTube арнасына міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Баршаңызға сәлем достар. Менің есімім Наргиз Ибрагим. Қонақты таныстырайын. Таныстыра ғой. Жалпы өнерде ұзақ уақыт халықтың ықыласына бөлену өте қиын. Бірінің жолы қысқа, бірінің жолы ұзақ, әрі халықтың жүрегінде мәңгі қалады. Керемет даусымен, тамаша әндермен халықтың ыстық ықыласына бөленіп жүрген әнші, Қазақстан Республикасының халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Роза Рымбаева бүгін бізде кездесуде қонақта. Қош келдіңіз! Рахмет сіздерге. Роза ханым, концерттің алдында уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Енді сіздер арқылы тыңдарманменен, көрерменмен кездесіп қалайын деген ойым ғой. Біз күнде жүрмейміз экранда, және де мынандай тікелей эфирде жүрмейміз, сондықтан шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Бұл көрерменмен тағы да бір сөйлесіп, танысып, жақынырақ болып қалы ғой енді мүмкіншілік. Жаңа ғана үлкен оркестрмен репетициямды аяқтап, сіздерге жүгіріп келдім. Енді үлгіргенімізше осы көрерменмен бірге болайық. Одан кейін екінші оркестрге кетем репетицияға. 50 жылдық кешіңізді тыңдармандарыңыз асыға күтуде. Рахмет, иә. Біз енді сол 7 февраль. Ақпан күні. Иә, ақпан күні біз бір концертті жоспарлағанбыз. Ол концерттердің билеті 2 жұмада таусылып қалды, бітіп. Содан мыңдаған телефон шалулар болды, барлығы билет қайда, біз кез келген бағаға аламыз деген. Сондай тек қана маған емес, Әлиге де, менің продюсерім, администраторыма дейін барлығына мыңдаған телефондар соғылғаннан кейін, біз бір жұма соны ойластырдық та, екінші концерт беруді шештік. Екінші концертіміздің де билеті бір жұмада былай айтқанда өтіп кетті. Тағы да билет сұрап жатыр. Бірақ енді мен 3 концерт айта алмаймын, енді ренжімеңіздер. Мен өзі 2 концерттің өзін рекорд деп отырмын, себебі үлкен оркестр менен жанды дауыстан болғандықтан, нағыз былай айтқанда күшіміз сол бір концертке есептелген ғой. Бірақ мен осы жолы 2 концерт берейін деп отырмын, тыңдарманның сұрауы бойынша. Енді соған қарағанда көрермен мен сағынып қалған сияқты, бұйырса енді келешекте концерттер болады деп ойлаймын. Бірақ сіз осы концерттен кейін сахнадан кетуі мүмкін деп айтқан екенсіз. Енді бұл есеп беру концертім сахнада 50 жыл деген. Ал енді сахнада 60 жыл деген концертті көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Рымбаева 80-де, сахнада 60 жыл. Жоғыда тұрған не бар? Мен елестете алмаймын, себебі мен концерттің сапасына өте сын қарайтын адаммын. Қазіргі жағдайым өте жақсы, сондықтан мен 2 концерт бергелі отырмын. Ал енді жасы келген адам, ол қалай енді, дауысы не болады? Физиологиясы, жалпы денсаулығы не болады? Ол белгісіз ғой. Енді атағым бар, енді халық білет деп, сол дірілдеп, қалшылдап, сол жартылай алжыған кемпір боп халықтың алдына шыққым келмейді. Сондай ойым бар өзімнің. Сахна Роза Рымбаеваны 50 жылда қалай өзгертті? Басында сахнаға шыққан кезімде мен 1976 жылы 20 мартта Гүлдер ансамбліне жұмысқа алынғам. Сол кезде мені жетелеп сахнаға шығарған менің марқұм жолдасым, дирижерім Тасқын Оқапов болатын. Неге биыл атап өтіп отырмын? Себебі міне март айында тура 50 жыл болады, мен соны февраль айында өткізіп жатырмын. Енді басында өзімнің есімде еркелеп
қыз бала болып шығатынмын сахнаға. Сондай бір маған сахнаға шығу бір үлкен қуаныш, бір еркелік болып көрінді. Одан кейін әрине өте үлкен жұмыстар өтті басымнан. Мен осы жылдар ішінде 7 конкурстың лауреаты болдым. 1 республикалық, 2 бүкілодақтық, 4 халықаралық конкурстың лауреаты болдым. Әрбір конкурстан жеңіп алу, лауреат болу, ол дегеніңіз халықаралық деңгейде, мысалы 4 халықаралық конкурста, халықаралық деңгейдегі жұлдыздарменен жарысу. Әрине ол жай ғана шығып ән салу емес, ол солардың деңгейінде шығармашылық жағынан жарысу. Ол үлкен жауапкершілік, және де мен ол конкурстарды Совет одағының атынан барып жеңіп алдым. Сондықтан әрине көп іздену, дайындалу, оның үстіне менің ұстазым, менің жолдасым, менің дирижерім Тасқын Оқапов болды. Сол барлық конкурстарға дайындаған, барлық әндерімнің партитурасын жасаған, үлкен оркестрге аранжировкасын жасаған, және де қай әнменен мына конкурсқа қатысуға болады деген шешімнің барлығын Тасқын қабылдаған. Содан кейін, бұл конкурстардан кейін мен кәсіби білімім музыка драма театрының актерімін. Ондағы да менің ұстаздарымның еңбегі үлкен зор менің өсу жолымда. Себебі сахнадағы менің жасап жатқан образым, ол образдарды актерлік шеберлікті көрсету, ол образдарға сәйкес қимыл жасау сахнада. Сонымен қатар әрқашанда орысша сөз бар, убедительный быть перед публикой. Ол дегеніңіз халыққа сен өзіңнің жасап тұрған образыңа сендіруің керек. Сондықтан ол кәсіби деңгейде болғандықтан мен осы жолменен жүріп келе жатырмын. Өзімнің кәсіби білімімменен, өзімнің ұстаздарымның берген маған үлкен сабағыменен, және де менің даусыма арнап жазған композиторлардың шығармаларыменен, және де оларды дұрыс таңдаудың арқасында мен кез келген шетелде концерт бере аламын. Ол СНГ дейді ғой, қазір СНГ бұрынғы Совет одағын, мен бүкіл Совет одағын неше рет айналып шыққан әншімін. Ол дегеніңіз үлкен емтихан және жауапкершілік. Сондықтан сондай көрерменнің алдында ән салу, ол үлкен дайындық, үлкен іздену. Соның арқасында міне биыл 50 жыл жүріп өтіппін осы жолменен. Менің бағыма қарай менің жолдасым кездесті ғой. Мені сахнаға жетелеп шығарған осыдан 50 жыл бұрын. Ол кісі менің қасымда 23 жыл бірге болды. 23 жыл бойы менің дирижерім болды, менің аранжировщигім болды. Сондықтан көбінесе сол кісінің мектебімен жүріп жатырмын мен. Әншілік жағынан, музыкант жағынан. Ал енді актер шеберлігі, ол біздің ол кезде Алматинский государственный театрально-художественный институт болатын. Қазір Жүргенов атындағы өнер академиясы. Сол академияда оқыған кезімде бізде заочно деген жоқ. Мен 5 жыл күнделікті сабақ, күнделікті дайындық, күнделікті ұстаздардың алдында білім алу. Мен солай оқыған әншімін. Соның арқасында мен сахнада кәсіби деңгейде жұмыс істеймін. Менің өмірімде ұстаз болған әрбір үлкен музыканттарды да мен өзіме ұстаз деп санаймын. Соның бірі Батырхан Шүкенов, соның бірі Байғали Серкебаев, соның бірі Болат Сыздықов. Композиторларым Бейбіт Оралұлы, әрине ең бірінші Сейдолла Байтереков, Дүйсенқан Сыздықов, Еркін Ынтықбаев, бүгінге дейін мен бірге келе жатырмын Еркінменен. Соның ішіндегі ең жоғарысы үлкені мен үшін Талғат Сарбаев. Мен осындай үлкен композиторларының алдынан жалпы жолымда кездесіп солармен бірге жұмыс істеген әншімін. Бүгінгі деңгейіме үлес қосқан, менің өсу жолыма, шығармашылығыма үлкен үлес қосқан әрине менің композиторларым, менің аранжировщиктарым, менің дирижерім Тасқын Оқапов. Және де Тасқын кеткеннен кейін осы кейінгі 25 жылда менімен жұмыс істеп келе жатқан қазіргі дирижерларым. Соның бірі Александр Беляков. Мен ол оркестрдің жеке әншісімін. Сондықтан ол кісілер әрқашанда менің концертіме дайын. Себебі ең бір шығармашылық үлкен емтихандарды, мысалы 30 жылдық, 35 жылдық, 40 жылдық, 45 жылдық, биыл 50 жылдықта мен сол дирижердің көмегіменен, басшылығыменен беріп жүрмін. Енді шынымды айтсам, биылғы
концерттің алдында көп ойландым. Мүмкін осы 50 жылдық есеп беруімменен мен тоқтайтын шығармын деген. Себебі енді 60 жыл, 70 жыл, 80 жыл деген енді ол болмайды ғой шынында да. Ол дегенің деңгей болмайды, дауыс болмайды, денсаулық болмайды. Бұдан ары қарай сахнаға шығу керек пе, жоқ па деген ойлар көп болды менде. Және де менің өмірімдегі болған жарқын жұлдыздар, композиторлар 90% өмірден өтті. Сондықтан былай айтқанда мен жалғыз қалдым деуге болады. Менің жолдасым да осыдан 26 жыл бұрын өмірден өтті. Содан бері мен жалғыз өзім арқалап келе жатырмын осы шығармашылығымды, әншілігімді. Шаршағандық та бар. Енді денсаулықта темір емес қой. Сондықтан сондай ойға келдім де көрерменге интервью берген кезде мүмкін бұл менің ақырғы концертім деген әңгіме айттым. Мүмкін деген сөзді халық ұмытып кетеді. Ой, бұл ақырғы концерт екен деп барлығы. Ана мүмкін деген сөзді ешкім есіне алмайды. Сондықтан осы концертке қарағанымда көрермен, мен 2 концерт беріп жатырмын. 3-ші концертке де дайын, себебі тағы да шулап жатыр. Бүгін міне қарасам, билеттер өтіп кеткен. Бірақ 3-ші концерт беруге бір күнде менің ешқандай күшім жоқ. Осы уақытқа дейін бір күнде 3-4 концерт берген кезіңіз болды ма? Болды. Бірақ үлкен оркестрмен емес. Үлкен оркестрмен беру деген сөз, ол үлкен дайындық біріншіден. Екіншіден, шығармаларың үлкен оркестрдің дыбыс жағына, деңгейіне сәйкес келу керек. Мен көбінесе көп қалаларда үлкен оркестр болса, мен міндетті түрде үлкен оркестрмен берем концертті. Оған мен 2-3 күн бұрын барамын, олармен дайындаламын. Олар мен келгенге дейін 1 ай дайындалады. Ана ноталарды жаттайды дегенде. Сондықтан өзімнің жалпы былай айтқанда стиль дейме, менің өзімнің ойым әнші сахнаға шыққаннан кейін осындай толыққанды үлкен оркестрмен шығу керек деген. Ондай жоспарларым болды, бола береді. Бірақ үлкен оркестрмен бергеннен кейін толыққанды 1 концерт берген дұрыс. Себебі 2,5 сағаттай ән саласың, бүкіл энергияң, бүкіл дауысың ана оркестрмен бірге шыққан кезде ол үлкен күш керек, энергия керек. Ал енді былай өмірімде болды ақырғы рет Моңғол мемлекетінде болғанда мен бір күнде 3 концерт беруге тура келді. Себебі олардың концерттік залы біздің Дворец Республикада емес. Кішірек болды да, ондағы біздің қандас бауырларымыз 2 концертті түгел сатылып алынғаннан кейін билет деп залдың сыртында жаңағы кассаның қасында айғай-шу болды. Сонда мен сол концертке 2 сағат қалған кезде 3-ші концертті хабарладым. 3-ші концертті де беруге тура келді, себебі толыққанды жиналды. Бірақ ол концерттің бағдарламасы мына қазіргі біздің программада емес, ол концертте көбінесе сол халыққа танымал, біздің сүйікті композиторларымыз, біздің лирика композиторларымызды көп орындадым. Себебі 3 концертті үлкен дауыспенен орында, ол физиологиялық күш жоқ онда. Бірақ халық өте разы болды. Бұл есте қалған менің ақырғы осы шетелде болған концертім. Былтыр күзде маған Қырғызстан халық әртісі деген құрмет атақ берілген. Мен Бішкектің симфониялық оркестріменен Бішкектің опера театрында концерт бердім. Онда да олар 1 жұмадай дайындалды. Одан кейін мен концерттің бір күн қалғанда барып, ол оркестрмен дайындалдым да, келесі жолы үлкен концертімді беріп, қырғыз тыңдармандарының алдында есеп беру концертімді жасадым, себебі маған сондай үлкен құрметті атағын берді. Жалпы көбінесе үлкен оркестрмен бергенді жақсы көремін. Роза ханым, енді бізде кездесуде әртүрлі айдар бар. Бірінші айдар бұл соңғы рет. Сізге бірнеше сұрақ қоямыз. Сол сұраққа жауап беруіңіз керек. Дайынсыз ба? Тез жауап беру керек. Жақсы, онда бастайық. Бірінші сұрақ, Роза Рымбаева соңғы рет қашан жылады? Осыдан 2-3 күн бұрын жыладым. Себебі менің жалпы көз жасым тыйылған емес. Әрбір сахнаға шыққан сайын менің қасымда жетпей тұратын менің марқұм жолдасым. Қай әнді орындасам да ішінде мағынасы өзіме тиесілі болғандықтан, міндетті түрде ол жағы көрініп тұрады. Сондықтан
және де мына есеп беру концерттің алдында оның орны толмай тұрады. Бірақ мен оны жақында басына да барып шықтым. Бірақ мен оны былай айтқанда елдің көз алдында, әсіресе екі ұлымның көз алдында ешқашанда көрсетпеймін. Ол ішімде, барлығы ішімде. Бір қатты жылаған кезім болған, анам қайтыс болып, сіңілім реанимацияда жатты, миына операция жасалды. Сол реанимациядан ояна ма, жоқ па, қандай жағдайда болады, белгісіз болды. Сонда мен таң атқанша ұйықтамадым. Әрине, көзім жаста тыйылған жоқ. Сол кезде Әлия соны естіп қойды да: мама, біз барымыз ғой, деді. Содан кейін мен, енді біз үшін сен өмір сүруің керек қой дегенде, содан бері мен балаларыма көз жасымды көрсетпеймін. Бірақ енді әрине жолдасымның басына барғанда, сахнаға осында есеп беру концертінде енді ол жасым шығып кететіні бар. Ол мәселе халықты сендіруде емес, мәселе менің әндерім соған байланысты болғандықтан кейде ондай болады. Бірақ өзіңді өзің ұстауың керек, себебі сен ары қарай әніңді жалғастыруың керек. Келесі әнің мүмкін көкте махаббат туралы болатын шығар. Сол кезде сен өзіңді жинап алып, басқа образға кіруің керек. Көрдіңіз бе? Бұл жерде де менің мамандығым керісінше маған кедергі жасап тұрады. Рымбаева, көктемді айтасың деп. Роза ханым, сұхбатты әрі қарай жалғастырайық. Соңғы рет қашан өтірік айттыңыз? Мен енді ешқашанда өзімнің ішімдегі проблемаларымды біреуге айтып, біздің кейбір жұлдыздарымыз үйдің ремонтына дейін инстаграмға шығарып айтып атады ғой, маған көмек керек дегендей. Ешқашанда ондай дүниені айтып, біреуге жылап, жалынбаймын. Бәрі жақсы, бәрін жасаймыз. Бәрі менде жақсы деп, қанша қиыншылық басынан өтіп атса да, білдірмейтін адаммын. Бірақ оның барлығын жасырғанда шынайылық жоғалатын сияқты. Оны жасырып жүру де өте қиын. Жоқ, оны жасырғанмен де сен сол кедергілердің барлығын, сол проблеманың бәрін өзің шешесің ғой. Ешкімге жалынбайсың, біреуге барып сұранбайсың. Өзің шешесің. Ол сенің проблемаң. Жақсы, келесі сұрақ. Соңғы рет қашан қатты ұялдыңыз? Қызарып, бір ыңғайсыз жағдайға тап болып, иә? Енді олай қатты ұялатындай, керемет бір қылық жасайтындай, керемет бір былай айтқанда күлкілі жағдайға қалатындай, ондай жастан асып кеткен сияқтымын мен. Сондықтан есімде жоқ, бірақ енді пендеміз ғой барлығымызда. Кейбір кезде қателесіп қалатынымыз бар, кейбір кезде шыдамсыздықпен, эмоцияменен тіке айтып кететін мінезім бар енді. Оның өзінде де ол біреуді ренжіту не болмаса біреуді орнына қою емес, тура айтатын мінезім бар. Қашан өзіңізді соңғы рет шын бақытты сезіндіңіз? Мен әрқашанда бақыттымын. Мен бүгінгі күнге жеткен сахнадағы 50 жылдық еңбегімді халықтың алдында есеп беретін мен бақытты әншімін. Екіншіден, мен бақытты анамын. Менің 2 ұлым, менің 2 қанатым. Олар екеуі менің тірегім. Менің бүкіл осы 2 оркестрмен жұмыс істеп атқан шығармашылығымның барлығын екеуі басшылық жасап, партитура, аранжировканың барлығын жасап, репетицияның барлығын солармен бірігіп жасап келе жатқан. Бүгінгі дейін жаңа ғана оркестрден келдім. Менің 2 ұлым. Бірақ соның үстінде басшылық болып тұратын әрине үлкен ұлым Әли. Немерем деп айтама деп ойлап қалдым ғой. Немерем енді келешекте музыкант бола ма, болмай ма, мен қазір айта алмаймын. Бірақ үйдегі біздің бастық әрине немере. Барлығымыз соның айналасында, соның қабағына қарап, соның әрбір сөздеріне, қылығына мәз болып, сол жүреміз. Немерем ақылды бала, өзім байқауымша. Жақсы, соңғы рет қашан алданып қалдыңыз? Мені алдап кеткендер көп, әсіресе қаржы жағынан. Жылап келіп, ақшамды алып, осы уақытта берем деп, бермей кеткен азаматтар көп. Оның барлығын мен айтпай-ақ қояйын. Мен ақшадан көп ұтылдым. Өзім ешқашанда керемет бір бай адам болған емеспін, бірақ біреу жылап келсе, аяп, соны қолдап, ақырғы тиынымды бере салатын адаммын. Ондайларға көп алдандым. Өзіңіз соңғы рет қашан қарыз ақша сұрадыңыз? Жоқ, ешқашан. Мен мына жаңағы тұрған үйімді
рассрочка деген сөз бар ғой. Бөліп төлеу. Солай бөліп төлеп 1,5 жылда құтылғанмын. Себебі менің бірден төлейтін ақшам болмады. Сондықтан енді ол қарыз қалған сияқтысың ғой. Иә, ол да қарыз. Иә, солай төлегем. Соңғы рет қашан ашуландыңыз? Енді ашуланғанда да қатты біреу мені ашуланды, ренжітті деген ондай не жоқ. Бірақ концерт берер кезде біз міндетті түрде қаржыдан басталады барлығы да. Демеуші іздеуге тура келді. Ал демеуші іздеу дегеніңіз мен үшін, менің жасымдағы әншіге өте ауыр. Осы жасқа дейін келіп, концертіңе ақша іздеу дегенің ең неприятный нәрсе. Бірақ табылды, Құдайға шүкір. Жартылай ақшасы табылды, жартылайын өзіміз сол есептесіп жүрміз. Сондықтан осы концерттен түскен қаржы ең бірінші демеушілікке кетеді. Ол инвалид балалардың қорына береміз. Мүмкіндігі шектеулі. Иә, мүмкіндігі шектеулі. Екінші концертіміздің қаржысы түгелдей осы шығындарды өтеуге кетеді. Одан бір байып кетіп, пайда табу жоқ. Жоқ, арманымыз, үмітіміз по нулям деген сөз бар ғой. Еш қарсысы өз-өзін жауып Иә, өз-өзін жапса, біз бақытты боламыз. Сөйтіп Рымбаева 50 жас сахнадағы концертінен бір тиын ақша таппайды. Ендеше дәл қазір бізді кездесуді көріп отқан көрермен біздің YouTube арнаға жазылып, қоңырауды басып қойыңыздар, себебі келесі шығарылымдарды өткізіп алмаңыздар. Роза ханым, енді сіз сахнаға енді шыққан уақытта жас әншілерге қандай сын айтылатын еді? Ол кезде жас әншілер мен шыққан кезде менің кезімде өте аз шығатын сахнаға. Сондықтан мен бірінші қарлығашпын ғой, былай айтқанда. Бүкілодақтық конкурстар жеңіп алған, халықаралық конкурстар жеңіп алған жас әншілердің ішіндегі мен бірінші қарлығашпын. Одан кейін менен кейін әрине бірінен кейін бірі жастар шығып танымал бола бастады. Бірақ солардың ең бірінші бастаушысы менмін. Сізге қандай сын айтылатын еді сол жас кезіңізде? Анша қатты сын айтпайтын. Менің шыққаныма мәз болатын барлығы да. Себебі сахнаға кішкентай Роза Рымбаева шықты деп. Роза ханым, сіздің ойыңызша, мынау шоу-бизнесте айтылмай жүрген ең үлкен өтірік не деп ойлайсыз? Ең өтірік енді басталайын деп жатыр. Сізге айтайын деген. Енді бұған дейін фонограммамен халықты алдап жүрді ғой енді барлығы да. Қазір искусственный интеллект деген, иә, ол дегенің әншінің дауысын ерекше қылып көтеріп, өзі аранжировка жасап, өзі музыканы ары қарай өрбітіп, тіпті әншінің ешқандай ондай табиғаты да жоқ, таланты да жоқ. Соны ерекше қылып қазір фонограмма жазып береді саған. Енді келешекте ойлаймын, сахнада сондай әншілер көбейіп кете ме деп ойлаймын. Тіпті адамның өзі де жоқ қой, мысалы қазір ИИ проекттер бар. Оны да шығарады ғой. Ал енді мен әншілік жайында ойласам, солай болып кететін сияқты келешекте. Бұл қорқынышты нәрсе емес сіз үшін? Әрине, себебі ол дегенің табиғи емес қой. Ол дегенің адамның дауысы емес, ол искусствоны жасалған компьютер арқылы жасалған дүние. Ол жанды дауыс емес, ол шын дауыс емес. Мен жақында ғана осы ресейлік бір бағдарламада сондай бір әншіні тыңдадым да, ойбой, мынау искусственный интеллекті ғой деп, менің енді слухым, тыңдау қабілетім абсолютный. Мен оны шешіп бірден соны айтып едім. Ертеңінде талай сындар, талай жаңаға нелер кетті, әңгімелер кетті сол әнші туралы. Бізде де мен бір-екі әншіні тыңдадым солай. Бірақ аттарын айтпай-ақ қояйын. Өзіңіз айттыңыз ба? Қалқам не істеп жүрсің деп? Жоқ, неге айтам, олар мойындамайды ғой. Жақсы, енді қазіргі заманауи музыкаға көзқарасыңыз қалай? Жалпы жастардан Роза Қуанышқызы кімді тыңдайды? Мен бір ерекше дауысты әншілерді жақсы көремін. Енді кейінгі кезде конкурсқа көп шығып, қазақ эстрадасының деңгейін, мәдениетін жоғары көрсетіп жүрген Әміре. Мен Әмірені өте талантты, дарынды әнші деп санаймын. Одан кейін Рухия Байдукенова деген әнші бар. Ол да қазір Қытайда жұмыс істейді, Қытайменен контракт. Жақында жаздың күні Алмагүл деген әншіміз Славян базарында жеңіп шықты. Мысалы, бұлар ерекше дарынды балалар, конкурстарды жеңіп алған. Содан кейін мына жаңа форматта жасап атқан балалар бар ғой. Мен оларды тіпті қатты тыңдаймын, соларды білемін, түсінемін деп айта алмаймын. Себебі оның барлығын жасайтын сол компьютермен, жаңағы искусственный интеллектісін қатысуымен жасалған дүниелер.
деп санаймын өзім. Дегенмен, Роза ханым, жаңа сіз айтып отырған әншілер де бар, иә, арасында мүмкін. Конкурстардан Қазақстанның намысын қорғап жүрген әншілердің жанкүйерлері өте аз болады. Ол насихатқа байланысты, ол сіздерге байланысты. Сіздер шақырып ол әншіні. Неге осындай көрерменге таныстырмайсыздар? Неге олардың шығармашылығын қолдау жоқ бізде? Әсіресе мынау телевидение, радио деген сала. Бірақ неге халықтың жүрегінен орын алатын әндері жоқ репертуарында? Олардың орындаушылық деңгейі мына конкурсқа арналған халықаралық конкурста жеңіп алу үшін айтатын әндер. Мен кәсіби маман ретінде олардың деңгейін өте жоғары бағалаймын. Сондықтан біздің халықтың деңгейін көтеру үшін сондай әншілерді көбірек насихаттау керек. Ал бізде қандай насихат? Бізде той насихат, той әндері. Өкінішке орай. Тойдан бөлек, мысалы, Ресейді бағындырған бізде талай әншілер бар, иә? Мысалы, рэп жанрында ол скриптонит. Одан бөлек жақында Колор деген үлкен жобаға бізде еңлік қатысты. Мысалы, неге сондай жобалармен жиі танылмасқа? Енді ондай жобаларды сіздер насихаттап жатқан жоқсыздар. Сіз білесіз, себебі сіз осы салада жұмыс істейсіз. Сондықтан сіз білесіз олардың өнерін. Жалпы олардың өнері мына халықаралық деңгейдегі рэп көп қазір. Сонымен араласып кеткен сияқты скриптониттарымыз. Ал енді еңлік ол қазақша, жаңағы қазақтың ақындары суырып салма дейді ғой. Сол сияқты мәнерде орындап өзінің ерекшелігіменен, ұлттық мәнеріменен аналардың ішіне кіріп кетіп ерекшеленіп жатыр. Көрдіңіз бе? Ол ерекшелік деп санаймын мен оны, еңліктің жалпы шығармашылығын. Енді Роза ханым, танымалдылықтың өзінің бір кемшілігі болуы мүмкін, артықшылығы болуы мүмкін. Сізге дәл осы танымалдылық, өнер сізде не алып қойды? Немесе не берді сізге? Танымал болу үшін қазір керемет үлкен жұлдыз болудың да керегі жоқ. Күнде Инстаграмды ашып қалсаң, жаңағы күнде анаумен отырмын, мынаумен отырмын, ана жерде жүрмін, мына жерде жүрмін деген рекламалар көп. Біздің көрермен көбінесе соған көңіл бөледі. Ал енді нағыз музыка жолында, өнер жолында үлкен шығармашылықпен айланып жүрген адамдар, олардың тіпті ондайға уақыты да жоқ. Менің өзім ойым бойынша. Мен Инстаграмға күнде өзім жүрген жүріс-тұрысымды, кіммен беш бармақ жеп отырмын, кіммен тойда отырмын, ешқашанда салмаймын мен оны. Маған менің концертіме келіп, менің концертіме баға беріп, әсер алатын көрермен, ол да менің концертіме Инстаграм арқылы келіп отырған жоқ. Себебі мен Инстаграмда жоқпын. Олар естіп, тыңдап, Рымбаеваға барамын деп келіп отырған тыңдарман. Менің көзқарасым сондай. Сонда мүлдем Инстаграм сізде қосымшасында жоқ па? Қарамайсыз? Тек қана шығармашылығым көрінеді. Өзіңіз жүргізесіз парақшаны? Жоқ, мен жалпы айтып тұрмын ғой, мен өзім жоқпын. Мені түсіреді, репетициямды түсіреді, соны салады. Бірақ енді жаңа сұрақтың негізіне келейікші, бір танымалдылық, мысалы, сізден бір жеке уақытыңызды, жеке өміріңізді, басқа да бір дүниелеріңізді алып қою мүмкін. Бірақ есесіне сізге халықтың ықыласын береді дегендей. Енді танымалдылық ең бірінші шығармашылық жағынан болу керек қой. Жеке өмірің емес. Жеке өмірім кімге қызық? Әркімнің өз өмірі. Бәріне қызық қазір. Жеке өмір туралы әңгіме айтылса. Жеке өмірімді барлығы жақсы біледі. 2 ұлым бар, келінім бар, немерем бар. Кешке дейін соларды сала беруім керек па? Сондай дүниелер қаралым өте көп жинайды. Енді ол қарапайым дүние ғой, оны көрсін, көрмесін. Ең бірінші менің концертім арқылы олар келсін маған көрермен ретінде. Мен сондаймын. Роза ханым, енді келесі айдар бізде TikTok тренд. Бұл жерде сізбен бүгін норм стрёмды ойнап көрейік. Яғни қалыпты, қалыпсыз дүние. Роза ханым, біреу сыйлаған сыйлықты басқа адамға сыйлап жіберу. Норм, әлде стрём? Стрём. Трендте болу үшін хайп жасау. Ондай мінезім жоқ. Өзіңнен жасы кіші жігітке тұрмысқа шығу. Ойымда да жоқ. Басқа бір әншімен бірдей көйлек киіп келу концертке. Ешқашанда ойыма кірген емес. Жігітке сезіміңді бірінші білдіру. Роза ханым, бұл сізге қатысты ме? Енді маған енді бір 90-ға келген бір атамыз келсе, айтуы мүмкін, екеуміз осы, по-моему, вообще неплохо смотримся деп. Ол да алжыған, мен де алжыған, сол екеуміз сол күлкілі болып отырайық елге. Жақсы. Әйелі күйеуінен көп ақша тапса? Қазіргі заманда норм. Әншінің рұқсатынсыз әнін айту. Ондай көп менің өмірімде. Менің әндерімді көп шырқап атады. Сіз ештеңе демейсіз? Ештеңе демеймін. Менен артық орындап атса қуанам. Ал менен кем орындап атса, ол сынға қалады. Ата енемен тұру.
мен тұрмадым. Менің ата енем Талдықорған облысы Үшарал ауданында болды, ал біз Тасқын екеуміз қалада тұрдық. Енді ол әр семьяның жағдайына байланысты шығар. Көбінесе қазақтың дәстүрінде осы менің кіші ұлым келінменен менің қолымда қалу керек, үйдің иесі болып қалу керек осы отаудың деп, сондай дәстүр де бар. Оны енді семья өздері шешеді ғой, оны біз шешпейміз. Соңғы сұрақ, балалардың жеке өміріне араласу норм, стрём? Ақыл айту норм. Балаларға жастар ғой. Көбінесе эмоцияға беріліп кетеді. Шыдамдылық, тоса білу, шыдай білу, кешірімді болу. Жастар көбінесе эмоцияға беріліп кетеді. Себебі ол жас. Сондықтан ақыл айтып отыру керек. Жалпы жастарға өзің үлгі болуың керек қой. Өзіңнің қарым-қатынасың қандай, жолдасыңмен қарым-қатынасың қандай, соны жастар көріп өседі. Осымен TikTok тренд айдары аяқталды. Сұхбатымызды жалғастырайық. Роза ханым, сіз көптеген сұхбаттар бердіңіз. Сол бір сұхбатыңызды қарап отырсам, адам баласына жалпы сағыныш деген сезім тән ғой, ол сондай бір әдемі сезімдердің бірі. Жалпы сіз өміріңіздің қай кезеңін сағынасыз? Жастық шақ, балалық шақ ешқашанда оралмайды, қайталанбайды. Әрине, балалық шақ ең бақытты кезең деп ойлаймын. Себебі сен алдыңғы өміріңді ойлап, қиналып, қайғырып, оны ойбай осылай жасауым керек деп жоспарлай алмайсың. Себебі сен әлі жассың. Сен бүгінгі өзіңнің айналаңда қандай өмір батыр, сол өмірменен өмір сүресің. Енді Тасқын атамыз туралы айтпасақ тағы болмайды. Сол кісі сыйлаған бір сыйлық, әлі күнге дейін сақтаулы тұрған сыйлық бар ма? Әрине. Қандай сыйлық? Менің қолыма, құлағыма бриллианттан сырғаменен жүзігін беріп кеткен. Ол қай кезде болды деп ойлайсыздар ғой? Ол мен Қазақстан халық әртісін алған кезде міндетті түрде сенің қалағаныңды әперем деп мен дүкенге алып барған. Содан жаңағы бриллиантты таңдадық. Мен өзім алдында осындай форманы жақсы көрем деп айтқан болатымын. Біз екеуміз сол бриллианттың ақшасын жаңағы жинап өзімізше барсақ, біз барғанша ол бриллиантымыз 2 есе қымбаттап кетіпті. Содан қайтадан тағы да еңбек етіп, ақша тауып, жаңағы ақшамызды жинап, сол бриллиантты маған Тасқын әперген. Себебі мен тек қана соны ғана қаладым. Ол сыйлықты тек қана жауапты кештерге ғана тағасыз ба, әлде бұл Тасқынның көзі деп сақтап қоясыз ба? Көзі деп те сақтаймын, тағамын да, себебі маған ұнайды. Ең бірінші менің Тасқынның маған деген халық әртісінде міндетті түрде бриллиант болу керек деген өзінің сондай ойы. Мен ондай ойыма келген емес. Әлі күнге дейін мен қатты қызықпаймын бриллиантқа. Енді ол кісі сізді жақсы көргеннен, сізді ойлап, қуанту үшін жасаған дүниесі. Сізді ол кісі енді өмірден өткеннен кейін сізді кім ойлады? Кім ойлайды? 2 балам ойлайды. Менің қабағыма қарап жүреді. Кейде ауырып қалсам, олар бірден скорый шақырады. Жақында сондай жағдай болды. Міндетті түрде мама демалысқа бар. Бір досыңды ал, немесе сіңліңді ал да бар демалысқа, бір жерге демалуға деп. Қатты қобалжиды мен үшін. Қазір бәрі жақсы ғой, денсаулығыңыз? Енді 2 концерт берейік деп жатырмын енді. Қайдан білейін енді. Ауырмаңыз, аман жүріңіз. Роза ханым, жалпы өзіңіз де білесіз, қазір мына қоғамда жалғыз басты әйелдер өте көп. Біздің Қазақстанда өте көп. Қазақстанда, иә. Жаңа бүйтіп қарап отырасың да, мысалы, кейде ойлайсың, қандай қиын. Әйел адамның негізі табиғаты нәзік қой. Енді сізге сұрақ, сіз осылай мықты болуға тура келді ма, әлде сіз өзіңіз мықты адамсыз ба? Мен енді 2 баламменен жесір қалған кезде менің өмірім өзгерді. Мен 2 балам үшін өмір сүрдім. Әлі күнге дейін 2 балам үшін, немерем үшін өмір сүріп жүрмін. Ары қарайда солар үшін ең бірінші өмір сүрем. Мен бірінші қатарда емес, бірінші қатарда менің сол балаларым. Демек, сіздің табиғатыңыз мықты болып тұр ма, әлде мықты болуға тура келді ме? Мықты болу керек қой. Себебі мен жалғыз емеспін ғой. Менің 2 ұлым бар ғой. Біз бармыз ғой, мама деп тұрған. Сондықтан сен өзіңді ұмытасың, ана болған кезде. Сен балаларың үшін өмір сүресің. Мен солай өмір сүрем. 2 балаңыз ол кезде кішкентай еді, Өте кішкентай. Кім көмектесті? Менің туған туысқандарым көмектесті. Менің қайын сіңілдерім көмектесті. Мені жан жақтан туған туысқаным жан жақтан қамқор болды менің 2 балама.
себебі мен гастрольге шықтым, кейде 2 баламмен шықтым, кейде балаларымды соларға тастап кетіп гастрольде жүрдім. Сондықтан менің сол туған туысқаным өзімнің жағымнан да күйеуім жағынан да үлкен маған қолдау жасап қамқор болды. Сол сәттерде мысалы Әли балаңыз енді есейіп қалған ғой, сол шақтарды бір күліп еске алады. 8 жасында әкесінен қалды. Ал енді Омырауда кезінде біз гастрольде жүргенде артистин асану дегенде сол отырған күйімізде столовойымыздан тұрып кетіп қалыппыз, ана коляскада жатқан Әлиді ұмытып кетіппіз. Содан концерт біткеннен кейін тас екеуміз бүйтіп тұрмыз, ай бала қайда деп. Ана миымыз тек қана ана концерт туралы, жұмыс туралы болған ғой. Сондықтан келсек, жаңағы столовойдағы поварлар, әйелдер жаңағы менің баламды кашыға тойғызып, сүтін беріп, мына жерде омырауларына жатқызып қойып, ана бізді есінде алмайды. Өз жарақаттанып өмір сүріп жатыр. Сондай кезеңдер болады біздің өмірімізде. Ал енді немереңіз кімге ұқсаған? Мысалы, кішкентай кезінде мысалы Әлиге ұқсаған ба? Әрине Әлиге ұқсаған. Онда тыныш бала. Енді былай орташа еркелігі бар, себебі ол бәріміздің ортамыздағы кішкентай. Ол әрине кімге еркелейді? Бізге еркелейді. Бірақ орнымен ақылды еркелігі онда. Жалпы адам баласы үшін ең тәтті ол баласы. Бірақ баладан да тәтті немере дейді. Немереңіз неге келгелі бері сіз қалай өзгердіңіз? Ютубтан мен видеоларды анау көзім шалып қалды. Кәдімгі бір жуындырып жатқан немереңізді. Ол енді ақыл толып, балаларың ер жетіп, енді кішкентай ұрпағың келгенде оған қалай қуанбайсың? Оған мейірімің, сезімің 2 есе үлкейеді. Және де жауапкершілік. Енді осы менің өмірімнің жалғасы. Осы аман болса екен, осы жыламаса екен деген, сонда еркелеткім келеді. Ол әжелер, немересі бар әжелердің барлығын мен түсіне бастадым содан бастап. 10 жылдан кейінгі Роза Рымбаеваны қалай елестетесіз? Соны халыққа сол нашар күйімді көрсеткім келмейді. Сондан 80-ге келгенде сахнаға шықпайтын шығармын. Неге нашар күйінде деп айтасыз? Жоқ, өміріңізді қалай елестетесіз? Мүмкін шетелде, Жоқ, шетел деген ол менің ойыма кіргенде емес ешқашанда. Мен шетелге барғанда 3 күннен кейін елге қайтқым келеді. Тіпті демалуға да онша көп барғым келмейді шетелге. Мен осы жерде, осы ауылдарды аралап, осы табиғатта жүргенді жақсы көремін. Қатты қызықпаймын. Енді информация алу керек қой. Мынау Токио мемлекеті мынандай, Англия мынандай, Америка мынандай. Оның барлығында мен болдым. Мен олар туралы өзімнің көзқарасымда бар. Мен ол жердің адамы емеспін. Мен осы қазақ жерінің қызымын, осы жердің адамымын мен. Осының топырағы, осының ауасы, осының шаң болған жолы, анау қирап, тесік шұрқыш болып жатқан жолдары бәрі менікі. Роза ханым, ақыры жол туралы айттыңыз ғой. Қай жақтың жолына таң қалдыңыз сіз? Мәссаған неткен? Қытайдың жолына таң қалдым, Японияның жолына таң қалдым, мысалы, Американың жолына таң қалдым. Мен барлық жерлерде жолда жүреміз ғой, автобуспенен. Олардың жолдарына таң қалдым, олардың сапасына таң қалдым. Бізге бір қиыны, біздің климатымыз қысы қатты, жазы ыстық, оның екі ортасында асфальт міндетті түрде оған шыдай алмайды. Олардың климаттары жақсы ғой. Мен ылғи да сөйтіп айтам. Оларда қыстары мұндай қатты суық емес. Жаздары, былай айтқанда 9, 10, 11 ай, оларда жаз. Мысалы, оларға өмір сүру жеңіл. Біздің ата-бабамыздың жері осындай. Солтүстікке барсаң 40 градус аяз, оңтүстікке барсаң 20 плюс градус болып тұрады. Мысалы. Қауын жиі отырады ғой. Иә. 4 климатта бар ғой. 4 мезгілде бар ғой. Сонысымен бақыттымыз. Жақсы көреміз Қазақстанды. Жоқ, мен өздерімді ешқандай мемлекетпен, ешқандай керемет бір салыстыру. Табиғатпен ешкіммен салыстырмаймын. Осындай менің елім. Шөл жерде бар, тақыр жері де бар, таулы жері де бар. Ормандарымыз көп емес енді. Біраз ормандарымыз да бар дегенде. Өзімнің елім, өзімнің туып өскен жерім. Где родился, там сгодился дейді ғой, орыс айтады ғой енді. Сол менің өзі елім. Роза Рымбаева дегенде келер ұрпақ. Не айтқанын қалайсыз? Солар мені естеріне де алмайды ғой. Себебі қазіргі заман басқа. Қазіргі заман күнде жаңа информация, күнде жаңа новый лица дейді ғой. Күнде жаңалық.
және де біздің көпшілік балалардың, жастардың тәрбиесі мына музыканы терең зерттеп түсіну деген жоқ. Қазір не модны, соны ғана тыңдайды, соны ғана қабылдап, соны дұрыс деп санайды. Өкінішке орай. Бірақ дегенмен Енді тағы да насихатқа байланысты ұмыттырмай, анда-санда көрсетіп тұрсаңыздар, болған екен ғой осындай әнші дейді, болды. Себебі олардың музыкасы да басқа болады, олардың жұлдыздары да басқа болады. Оларға сен мынау 20 ғасырдағы музыкаңмен емес, сен оларға 22 ғасырдағы музыкаменен олар өмір сүреді. Сондықтан біз оларға тарихта болған деген атақпен қаламыз. Осымен сұхбатымыз Роза ханым аяқталды. Бірақ Рахмет бізде сіздерге. соңғы айдар ашық микрофон деп аталады. Иә. Сізге Айдарларыңыз көп екен өзі. үлкен бүкіл қазақ еститін, тыңдайтын үлкен бір микрофон бердік деп елестетейік. Кімге не айтар едіңіз? Ол нақты бір адам болуы мүмкін. Балаларым, мен сендер үшін өмір сүрем. Сендер үшін ән шырқайым. Сендерге әрқашанда тірек болғым келеді. Көбірек сендердің қастарыңда болғым келеді. Сендердің үлкен жеңістеріңді көргім келеді. Және де маман ретінде сендер әрқашанда биік болуларың керек, себеп сендердің білімдерің оған жеткілікті. Бірақ ең бірінші нағыз адам болу. Адами қасиеттерің жоғары болсын. Әрқашанда сендердің тек қана жақсылықтарыңды көрейін деген менде үміт бар, арман бар. Көп рахмет. Роза ханым, шығармашылық табыс тілейміз. Аман болыңыз. Сіз қарсы болсаңыз да 80-ге келгенде шығармашылық кешіңізге барайық. Енді сен спонсор боласың онда. Болам, құдай қаласа. Байып кетеді жөнінде. Бүгін бізде кездесуде қонақта болған Қазақстан Республикасының халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Роза Рымбаева. Кездесуде кездескенше. Сау болыңыздар. Рахмет құрметтеріңізге.